Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Бүгін сіздерге үзілістегі өмір туралы әңгімені баяндайтын боламын. Адам кейде тіршіліктен емес, тіршіліктің арасындағы үзілістен көп нәрсе үйренеді. Қарбаласқа толы күндердің бірі еді. 2 күннен бері денем дел-сал, жаным әлсіз, өз денемді өзім әрең сүйреп жүргендеймін. Бойымды белгісіз бір салмақ басып, мазам қашып, жаураған күйде жүредім. Сол күнгі жұмысқа да өзімді зорлап әрең жеткенмін. Аттестация тапсырмақ болып, тесті тапсырып шыққан бетім еді. Сол сәтте інім қайта-қайта қоңырау шалып жатты. Даусым пәсейтіп қойдым. Қазір сөйлесе алмаймын, кейін хабарласам деп қысқа жауап бердім де, телефон тұтқасын баса қойдым. Бірақ ол қайта қоңырау шалды. «Ей, Мекебай-ай, саған айттым ғой», дей бергенім сол еді. «Тыныш бала жеңшем бүгін қайтыс болды», деді бауырым. Жүрегім шым ете қалды. Қатты қысылдым. Кенеттен не істерімді білмей үнсіз қалдым. Көңілім құлазып, жанымдағы қарбаласты ұмытып, көз алдыма нағаш көкемнің жүзі келе берді. Бірақ мен аттестацияның ортасындамын. Кәсібім, болашағым, жауапкершілігім. Мұндайда ненің маңызды екенін ажырату қиын. Қайғы мен тіршіліктің арпалысы жүректе тартысып жатқандай. Психологтар қазіргі сәтпен өмір сүр дейді. Бірақ дәл осы сәтте мен не сезіндім? Жақын туысыңнан айырылу, бір жағынан болашақ тағдырыңды шешетін сұхбат, екі дүниенің арасында қалғанда адам жүрегінің салмағы қандай ауыр болатынын сонда түсіндім. Іштей күрбеліп, иманды болсын деп, тыныш бала жеңгемді еске алып, жанына дұға бағыштадым. Сұхбатқа кезек күтіп отырған сәтте сырттай өзімді бақылап отырғандай болдым. Біртүрлі ыңғайсыз, ұятты сияқты. Жақыныңа қайғырып, бірақ айналаңдағы жандардан қандай сұрақтар қойылды екен деп сұрап жүрген өзім. Қос өмірдің арасында теңселіп тұрғандаймын. Кезек жақындап, өзімді жеуден жалыққан сәтте, не де болса кіріп көрем, деп есікке бет алдым. Іште 3 адам. Тіркеуші қыз, сырттай салқын, бірақ жүзінде жылылық байқалатын 60-тар шамасындағы бір әйел, және біздің кітапхана жүйесінің орынбасары Мұхтар қызы. «Қандай оқу бітірдің?» деді бірден. «Аяқталмаған филология». «Қалай? Дипломың жоқ па сонда?» «Жоқ», дедім тосылып, бірақ өзімді жинап. Бұл сұрақтарға дайын емес едім. Сол сәтте не бәрін бүлдіру, не өзімді қорғау, тек осы екеуінің жолы тұрды. Қайдан келгені белгісіз ішімнен бір сенімділік оянып, мен қаламгермін, бір кітаптың авторымын. Сонымен қатар тапсырыспен кітаптар жазамын. Сол себепті де кітапханада жұмыс істеуге өтініш қалдырдым, дедім байыппен. Солай ма? Жақсы, деді әлгі әйел сәл жібіп. Қандай тақырыпта жазасың? Әлеуметтік, әйел тағдыры, тұлғалық даму туралы, дедім. Әйелдің аузы ашылып қалды. Неге аяқтамадың оқуыңды? Күйеуім рұқсат етпеді, дедім ақырын ғана. Қап, сонда жұлынып, мен оқимын деп шықпадың ба? Деді ол таңданыспен. Жұлынып шыққаным осы болды. Әйтпесе бұл да жоқ еді. Осыған да Аллаға шүкір, дедім. Сол кезде Мұхтар қызы сөзге араласты. Мен бұл қыздың жазбаларын, істерін әлеуметтік желіден қадағалап жүремін. Жақсы. WhatsApp статустарынан да ойлы жазбаларын байқаймын. Филолог болатын қыз еді. Өмір ғой, оқуға мүмкіндік болмаған. Әйтпесе мықты бір филолог шығатын еді. Қарапайым көрінгенімен медиалық кеңістікте өзіндік орны бар. Елге танымал ақын жазушылармен етене араласады. Кітапхананың тыныш бұрышынан үлкен рухани әлемге есік ашып, көрермен мен қаламгерлерді табыстырады. Оның ұйымдастырған әдеби кештері жай ғана іс-шара емес, жанды тебірентер рухани кездесулерге айналатын. Бұл оның тынысы, бұл тіршіліктен тыс тіршілік, деді. Бәрекелді, бара бер, қолыңды қоя ғой, деді комиссия мүшесі. Сол сәтте ішімнен бір дедім. Көңілім бір жеңілдеп, жан дүнием жарқ еткендей болды. Алда тағы бір сынақ, компьютерлік тест. Оны да тапсырып шықтым. Бүгінгі күннің сынағынан сүрінбей өтіп, талықсып жеткен денемді әрең жинап, жұмысқа соғып өттім. Ашылмаған оразамды бір бокал шаймен
кешегі жұмысқа ала барып тауыса алмай кеткен аз ғана кашамен аштым. Сол сәт жан мен тәннің тыныстаған, рухыңның бір сәтке шөлі қанған кезі еді. Бірақ тоқтауға болмайды. Ертең үлкен күн, іс шарам бар. Кеш қалуға, ұмыт қалуға, дайындықсыз келуге хақым жоқ. Көптен ойымда жүрген екі қонағым бар. Солармен келісу үшін Қонаев университетінің студенттерімен байланыстағы жетекшісіне хабарластым. Алдында жазып қойған сценарийімді қайтадан қолға алып, бөлшек-бөлшегімен қайта құра бастадым. Апталық есеп те дайын, жұмысымның айнасы. Ертесімен жұмысқа әдеттегіден ерте бардым. Барлығын тындырып, шараны жүргізіп, есептерді тапсырып, өзімді басқа бір миссияға аттандырып жібердім. Сауда үйіне, кітап сөресінің қасына, жаңағы жерде азан-қазан. Бір жақта музыка, бір жақта дабырлаған халық, әйтеуір дүние күйбеңі көңіліңді ала-құйын күйге түсіріп, жаныңды қажай бастайды. Отырған орның тыныштықтың емес, у-шудың ортасы. Есеңгіріп түк бітірмесем де жұмыстан шыққан бетім. Сағат кешкі 8. Бір сәтте телефоным безілдеді. Інім. Тұтқаны көтердім. Дауысы таныс. Бірақ көңілі алаң. Айка, неге келмедіңдер? Басқа бірге туғандардың бәрінің бала шағасы жүр. Ал біз жақтан ешкім жоқ деді де тұтқаны жаба салды. Құр сөз емес, жүрекке қадалған ине секілді. Қалай болғаны бұл? Анамыздың аруағына деген құрмет қайда қалды? Інімнің мына сөзі менің тұла бойымды түгел мазасыздыққа айналдырып жіберді. Не істеуім керек? Үйге жеткенімше 10 болады. Асымды ішіп, аз кем еш жиған соң, ойымды жинақтап жеңгеме жаздым. WhatsAppқа ізінен сіңіліме де шықтым. Жеңгем лезде шырпыр. Ағаң Астанада жүрсе де бір амалын табайық. Ұят қой, самолетпен болса да жетсін деді. Мен сабырмен жауап бердім. Жеңеше, мен айтып қояйын десем де, бұл жерде мен емес, сіз айтуыңыз керек. Ағам сіздің жолдасыңыз. Бұл сіздің де отбасыңыз. Ол шықпаса, сіз неге шықпайсыз? Түн ортасы ауа бастағанда бір шешімге келдік. Таңертең Алтын Орда базарының алдында жолығатын болдық. Тараз жаққа көліктер сол жақтан жүреді. Сағат 12-ге дейін бәрін реттедім. Жұмыстан сұрандым. Ақша мәселесі де түнгі тыныштықта шешіліп кетті. Алла оң жолын ашты. Ертесіне баламның шаруасы базар маңында боп, соның көлігімен жетіп, межелі жерден жеңгемді күттім. Көп ұзамай жеңгем де келіп үлгерді. Бір көлікке жайғасып ауылға жол тарттық. Туған үйге табан тигізбегелі де көп болған еді. Жол бойы жүрегім дүрсілдеп, санада сан сауал. Жеңгеме, ауылға күнде келіп жатқан жоқпыз ғой, алдымен үйге кіріп, бір тыныстап алайық дедім. Жеңгем бас изеді. Құланға жеткен соң, балаларға тәтті алайық деп дүкенге соғып, үлкен пакетті тәттімен толтырып шықтық. Ауыл көлігінің бірі дәл бізді күткендей болып, сол сәтте қозғалды да ауылға жетіп бардық. Тоғжан, ақ тоқаш келінім күтіп отыр екен. Сүр етпен палау басып, ыстық бауырсақ, 2 түрлі салат дайындап, дастархан жайып тастапты. Қарнымыз ашқан ба әлде ауыл тағамының дәмі ерекше ме, күрішті асап, қою сүт қатқан шайды сүйсіне іштік. Ауылдың суы ше, шіркін-ай. Шай ішкен сайын рахат бір күйге бөленесің. Сіңіп жатқанын сезесің. Оразада бір ішек боп қалған ішегім әбден жазылдау, деп қалжыңдап қоямын ішімнен. Туған үйдің табалдырығынан аттап, бір шарапатты сезімге шомып, дәм татқан асымызбен бірге жанымызда тоғайып, сыртқа бет алдық. Кеудемді кере тыныстап, балғын ауасымен жаным сергіді. Мөлдір суынан сіміріп, әр жұтымда шипасын сезіндім. Біздің ауылдың суы табиғаттың өзі сыйлаған ем. Онда барлық пайдалы минералдар бар. Ал дәмі балалықтың дәмі сияқты. Телефоныма бар сұлулықты сақтап алуға кірісіп кеттім. Аспан көк ала бояуға малынып, шөкім-шөкім бұлттар көкте үнсіз вальс билеп жүр. Сол бір сәтте бәрі үндесіп кеткендей бұлттар аспанда, құстар аулада, естеліктер жүректе билеп тұрды. Мына құстардың үні, қорадағы малдың, тауықтың дауысы, қалада жүрген біздер үшін сағыныштың әні. Бұл балалық шақтың дауысы. Әр дыбыс сол бір бейқам күндердің жаңғырығы. Әрбір үн жүрекке жылы таныс әуен.
Өрік ағаштары гүлге оранып, көктемнің келетінін ғана емес, өткенді еске салатындай. Бұл ауылдың үнсіз әуені емес, бұл жанға қонақтаған шынайы өмірдің симфониясы. Осындайда түсінесің, ауыл тек мекен емес, ол жүректегі ұмтылмас әуен. Тек әке мен шешеміздің орнын, олардың өздеріне тән жылы үні мен бір уыс мейірімін сезінбеуіміз ғана жетіспей тұрғандай болды. Бірақ біз олардың жүректерін, қолдауын, сол мәңгілік махаббаттарын, өмір жолдарын сезінеміз. Әке мен шешеміздің жүрегі әрқашан біздің жанымызда. Біз қайда болсақ та, олардың мейірімі мен үні бізбен бірге. Келінім көп күттірмей келесі баратын үйіміз жеңгеміздің үйіне апаратын көлікте тауып қойды. Бізбен бірге өзі де шықты. Таксидің рөлінде бөтен емес, өз ағайымыз еді. Әкемнің туған ағасының, яғни атамның кенжесі, Шыңғыс ағам. Жүзі жылы, өзі көңілді. Көлік ішінде де, көңіл ішінде де туғандықтың жылуы сезіліп тұрды. Алдымен Дулат ата кесенесіне соғайық деді ағам. Ол бір керемет бастама болды. Жол үстінде талай өткенімізбен бұл жолы бәрі өзгеше сезілді. Дулат бабамыздың кесенесіне келу бүгінгі күннің жазмышында, Алланың бұйрығында бар екен. Асығыс шыққан сапарымыздың бұралаң жолы бізді осында жетелеп әкеліпті. Бұл жер менің ғана емес, тұтас бір ұрпақтың, менің тегімнің, тамырымның, бастау бұлағымның нүктесі. Өзім Дулат руынан болсам да, осыған дейін 7 атамның есімдерін түгендемек түгіл, олардың қандай рухани мұра қалдырғанын да жете білмеппін. Сол үшін де ішімді бір өкініш шымшып өтті. Бірақ бүгін дәл осы сәтте сол тарихпен бетпе-бет келіп тұрғандай болдым. Кесене биік төбеге орналасыпты. Төменге көз салсаң, Алматы мен Ташкентті жалғаған күре жолда көліктер құмырсқаша өріп жүр. Көлік дегенің алыстан сылдырай аққан өзендей, үздіксіз, тоқтаусыз, үнсіз. Сол асығыспен өмір өтіп жатыр. Сол асығыста біз де бір сәттік сапаршы ғанамыз. Бетіме самал жылтигенде көңілім тербеліп, жаным тынышталып сала берді. Желдің иісінде балғын, шөптің, ашылған гүлдің, жер ана мен көк аспанның тынысы бар. Кесененің маңайы тұнып тұрған көктем, жаңа бүр жарып келе жатқан алма ағаштары, табиғаттың өзі бұл маңға тағзым еткендей. Ал көк аспан мен астасқан еңселі шал тауы алыстан ата-бабалар рухындай қарауытып, әр бұрылысқа тылсым сыр қосып тұр. Кесене сырты алыстан қарасаң 4 қырлы, ал төбесі 3 бұрыш тәрізді көрінеді. Бұл да бір символ іспетті. Төркініміз төрге тартсын дегендей, ал 3 бұрыш біз ата, бала, немере жалғасқан 3 буын сияқты. Қас бетінде Жаныс, Сиқым, Шымыр, Ботбай деп 4 ұлының аты қашалып жазылған. Қара тасқа бедерленген сол есімдердің әрқайсысы ғасырдың үніндей, тамырдың соғысында естіледі. Кесене ішіне енгенде тыныштық пен тектілік қатар қарсы алды. Жолдан шаршаған жан дем алсын деп жасалған 4 бөлме, 4 тараптан келген перзенттерге деген ыстық құшағындай. Әр бөлменің тұсынан сол 4 ұлының аты тағы да қарсы алады. Ал ортасында қып-қызыл жабу мен көмкерілген биік мазар тұр. Қызыл түс рухтың, құрметтің, қанның символы. Осы жабудың тұсында жүрек өзі-ақ дұға оқып іштей толқиды. Бұрыштағы ұзын скамейкаға жайғасып, терең тыныс алып, айналама қарадым. Бір сәтке бәрі тоқтағандай. Уақыт та, ой да, жан дүниеде. Бұл жерде жаныңмен ғана емес, рухыңмен тынығасың. Дулат бабамыздың рухы мені баурап, ата-баба аманатына үнсіз жетелей бастағандай сезілді. Көкемдердің босағасына да жеттік-ау. Көп жылдардан кейінгі бұл табалдырық біз үшін бөтен емес, таныс та, ыстық. Бірақ жүрек біртүрлі дір етті. Жай кіріп бара жатқан жоқпыз. Көңіл айтып, сағыныш арқалап келеміз. Үнсіз басып, ішке ендім. Көкем баяғы орнында, сол баяғы ескілеу диванда жатыр. Өзгеше тыныштық орнаған. Бәрі де таныс, бәрі де бұрынғыдай. Бірақ көңілдің түкпірінде бір сағыныштың суы сыздап жатыр. Дастархан жайылыпты. Көкемізге деген құрмет,
бауырмалдық, әдеттегі қонақжайлылық бәрі орнында. Бізді бірден дастархан басына өткізді. Іштегі толқу мен тілдегі түйіннің шешілуі біраз уақыт алды. Бірақ ортаға әңгіме түскен соң бәрі орнына келгендей. Сағыныш сөзге айналды. Сөз естеліктерге ұласты. Ал естеліктер көңілдің көк жиегін шарлап кетті. Нағашы көкем Жұмабай. Атының өзі жұма күніндей қасиетті, өзі де жұртқа үнемі жақсылық шуағын шашып жүретін. Ол сөзге тоқтар, іске мығым, әр сөзі салмақ, әр әрекеті парасат еді. Балаға мейір, үлкенге ізет көрсете білетін. Шешемізге нағыз бауыр, арқа сүйер іні, сенімді тірек болды. Шешем ерте, жесір қалса да, оның жалғыздығын көкем еш сездірген жоқ. Біз бала болсақ та, көкемнің жанашырлығын, қамқорлығын жүрекпен сезініп өстік. Әр келген сайын мүшіктеп, картобын, қап-қап ұнын, қысқы соғымын арқалап беріп жіберетін. Бірақ солардан да қымбат адамдық жылуы, ақыл парасаты, көңілінің кеңдігі еді. Нағашы атам мен нағашы әжем де көзі тірісінде асыл жандар болды. Олардың жанарынан үнемі мейірім мен өнеге аңқып тұратын. Солардың тәрбиесімен көкем өсті. Сол тәрбиені бізге жеткізе білді. Бұл шаңырақта өткен әрбір сәт, айтылған әрбір сөз алтынға баланар. Көкемнің орнында қалған сол диван да біз үшін естеліктің ескерткіші. Осы үйден тараған жылылық әлі де жүрегімізді жылытады. Бүгінгі күн көкемізбен өткен өмірдің үнсіз, бірақ терең тағзымға толы көрінісі болды. Сағыныш пен сыйластықтың, естелік пен құрметтің арасында үнсіз ғана отырысқан кеш. Бірақ сол үнсіздіктің өзі мың сөзге татитын еді. Шыңғыс ағам бізді Алматыға қарай оңай аттанып кететін трасса бойындағы көпір астына дейін шығарып салды. Уақытта кеш бата бастаған, күн еңкейіп, даланы тұнжыр бір тыныштық баураған шақ еді. Бірақ ауылға бұл мезгіл өзгеше. Тіршілік тіптен жанданып, кешкі самалмен бірге өмірдің иісі сезіледі. Олар, ағам мен келініміз асығыс қоштасып, өз жолдарына түсіп кетті. Ал бізге қазір ғана бір әлемге еніп, жүрекке қатпарлы әсер қалдырған осы ауыл, осы сапар үнсіз қоштасып тұрғандай көрінді. Көп ұзамай бағытымызға сай көлік те табыла кетті. Қара жол бойында қозғалған темір тұлпармен Алматыға бет алдық. Бірақ артта қалған әр сәт, әр жан, әр көңіл сол жүрегімізде қалып бара жатты. Осы сапар сырттай бір ауыл аралағандай көрінгенімен, шын мәнінде жүректің терең қатпарларын, өткен мен бүгіннің арасын жалғаған рухани сезім сапары болды. Мұның бәрі бір ғана адамның, анамыздың туған келіні, жаны жайсаң, тыныш бала жеңшеміздің фәниден бақиға аттанған күнінен бастау алған күй. Сол бір қазадан кейінгі жүректерге түскен салмақ, сағынышпен басталып, бізді әлде бір көрінбес жіппен ата-баба рухының, туған туыс, бауыр мен бауырмалдықтың, жан мен жанашырлықтың қатпарлы кеңістігіне жетеледі. Бұл тек қарапайым сапар емес, бұл естеліктердің сапары. Бұл жүректің сапары, және бұл ар алдында үнсіз тағзым етіп, іштей бәрі үшін рахмет деп, іштей ғана сыбырлаған, көзге көрінбейтін, бірақ сезімге суарылған сапар еді. Кейде өмір бізді кілт тоқтатып, ішке үңілуге мәжбүр етеді. Бұл үзіліс емес, шын мәндегі өмірдің өзі шығар. Әңгіменің авторы Айжамал Жолдасқызы, Алматы қаласы. Құрметті оқырман, әңгіме сіздерге ұнап, пайдалы болады деген үміттемін. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Менімен бірге әңгімені тыңдағаныңыз үшін баршаңызға алғыс білдіремін.